Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Фируза қазақша аудио кітаптар атты арнамыз бүгіннен бастап өз жұмысын бастайды. Алғашқы оқитын кітабымыздың тақырыбы ғұмырдан кейінгі ғұмыр. Авторы американдық зерттеуші Долорес Кеннон ханым болады. Бірінші тарау: рухтар әлеміне алғашқы қадам. Өлген рухтармен сөйлесетін адам ретінде қоғам маған талай кінә тағып айыптап келеді, ал діни орталарда бұл тақырыпқа тіпті қатаң тыйым салынған. Шынымды айтсам, бұл кәсібіме діни тұрғыдан қарап та көрмеппін. Иә, мен өлген адамдардың рухтарымен сөйлесемін. Олармен кәдімгі ақыл есі дұрыс тірі адамдар арқылы тілдесетінім де рас. Менің кәсібім регрессионист. Түсінікті тілмен айтқанда, күллі адамзаттың және өз өткен өмірін гипноз арқылы еске түсіретін, жекелеген адамдардың бұрынғы өмірде кім болғанын зерттеумен айналысатын гипнозшы маманмын. Көптеген адам мені өткен шаққа аттана алатыныма, сондай-ақ алдыма келген адаммен әңгімелесе отырып, оның өткен өмірде кім болғанын, бірнеше ғасырлар бұрын кім болып ғұмыр кешкенін біле алатыныма әлі де сенбейді. Ал өзімнің бұл іске әбден етім өліп кеткені сонша, өз кәсібімді үлкен қызығушылықпен атқарамын. Тіпті ғажайыпқа толы өлілер патшалығына жасаған небір саяхаттарым туралы бірнеше кітапта жазғанмын. Әдетте басқа гипнозшылар адамдардың өткен өмірде кім болғанын білуге ұмтылмайды. Тіпті белгілі бір шектен аспауға барынша күшін салады. Олардың неге олай ететінін мен тап басып айта алмаймын. Бірақ мұндай эксперименттер жасауға қорқатынын анық білемін. Олар өздеріне беймәлім бір әлемнің есігін ашып алудан тайсақтайды. Күтпеген жағдаяттарға тап болудан, ары қарай жағдайды бақылаудан шығарып алудан қорқады. Бір таныс терапевтің бірде маған, білесің бе, регрессивті гипноздың бірнеше сеансын жүргіздім. Тіпті бір жолы бір клиентімді балалық шағына апардым, деп ағынан жарылып сырымен бөліскені бар. Ол үшін бұл үлкен жетістік, жаңалық болғаны көрініп тұрды. Ол әңгімесін бар ынта-шынтасымен айтқаны сонша, мені бір күлкі қысып, өзімді әрең ұстадым. Мен де барынша шынайы дауыспен, қойшы, рас па? Деп сұрадым да артынша, ал мен әр сеансымды тап сол жерден бастаймын ғой, дедім. Бірақ адамның өткен өмірін есіне түсіртіп, тәжірибе жасайтын басқа регрессионистер арасында гипноздағы адамды оның өлген сәттеріне апаруға, немесе өлер алдындағы сезімдерін қайта басынан кешіруге қорқатындары көп. Олар транс кезінде күтпеген жағдайлар орын алып кетіп, клиентіне физикалық немесе психологиялық зақым келтіріп алудан қорқады. Көптеген жылдар бойы өз арамызда субъект деп атау берген емделушілеріміз клиенттерімен әңгімелесе отырып, мұндай эксперименттердің регресс кезінде клиенттің өте ауыр және қиын өлімді басынан кешірсе де, оларға физикалық тұрғыда ешқандай зияны, зардабы тимейтініне анық көзім жетті. Әрине, мен клиенттің өміріне ешқандай қауіп тимеуі үшін сеанстың зиянсыз болуына арналған кейбір сақтық шараларын қолданамын. Себебі, менің басты мақсатым да сол, субъекттің амандығы, денінің саулығы. Бұл орайда менің әдісімнің еш қауіп туғызбайтынын анық айта аламын. Олай болмаған жағдайда мен мұндай эксперименттерге бармас едім. Менің ойымша, адамдардың жерге өмір сүруге келетін әрбір сапарының арасындағы аялдайтын рухани мекені жұмыс барысында өзім таныс болған тіршіліктің ең қызықты, ғажайып
аумақтарының бірі. Ол жерден меніңше күллі адамзат үшін маңызды, өте мол ақпарат қорын жинауға болады. Сол ақпараттар арқылы адамдар өлімнен қорқудың еш қажеті жоқтығын ұғына алады деп ойлаймын. Адамдар ажал табалдырығына жақындаған сәтте өздерінің ешқандай жаңа бір бейтаныс халді бастарынан кешірмейтінін түсінеді. Себебі осыған ұқсас халді әрбіріміз аз болсын, көп болсын бұған дейін де басымыздан кешіргенбіз. Жоқ, олар айнала жым-жырт шөл даладай қорқынышты, белгісіздік аралына тап болмайды. Керісінше өздеріне етене таныс, талай рет сапардан оралып демалған өз үйлеріне қайтады. Адамдар өздерінің туу мен өлу үдерісін бірнеше рет өздері өткен адам жанының табиғи даму кезеңдері мен қалыптасуының эволюциялық циклі ретінде қабылдап үйренеді деп үміттенемін. Өлгеннен кейін рух басқа формаларда өмір сүреді. Тіпті бұдан да шынайы формада өмір сүруі әбден мүмкін. Бір жолы өзін көкірегі ояу, көзі ашық деп есептеп жүрген бір әйелмен сұхбаттасып қалған болатынмын. Мен оған сол кезде өзіме айдан анық болып көрініп тұрған осы жайларды айта бастадым. Өз зерттеулерім туралы, яғни өзімнің өлім үдерісін зерттеп жүргенімді айттым. Одан соң өлу үдерісін сипаттап бердім де, өлгеннен кейін бәріміздің қайда баратынымызды түсіндірдім. Ол толқып кетіп, ал сіз қайда барасыз? Жұмаққа ма, тозаққа ма? Әлде көр азабын тартуға ма? Деп сұрағаны қатты көңілім қалды. Осы үшеуінің бірін ғана таңдай алатынын айтып тұрған адамды қалайша көкірегі ояу, көзі ашық дей аларсың? Оған жоқ, ешқайсысына да бармаймыз деп едім. Ол қалайша? Сен сонда өзіңді өлген соң осы қара жердің қойнында жата берем деп ойлайсың ба? Дегені. Міне, сол сәтте өзімнің алғаш алдымнан есік ашылып, оның арғы жағынан бір жарық сәуленің жарқ ете қалып, жан дүниемді нұрландырған сәтіне дейінгі ойларым мен пайымдарымды кітап қып жазуым керек екенін түсіндім. Алдымда тұрған шаруаның оңай емес екенін білдім. Бірақ қалай болғанда да осы есік пен оның арғы жағындағы жарық сәулені іздеп жүрген адамдарға өзім тапқан ақиқатымды айтып жеткізуім керек болды. Адамдармен түсінікті тілде әңгімелесе отырып оларды таным сүрлеуіне ақырындап бастау керек болды. Сонда ғана адамдар болашағынан қорықпай, ерекше құлшыныспен өмір сүретін болады. Адамға өлім қорқынышты, үмітсіз және бүкіл дүниенің ақырындай болып көрінеді. Оны мына материалдық әлемнен жоғалған адамды жұтатын бір құпия, жұмбақ, қол жетпес бір қап-қара бос кеңістік ретінде елестетеді. Және оны жалғыз ақиқат әлем деп те таниды. Басқа да құбылыстар сияқты өлім де біз үшін беймәлім бір мистикалық қабатпен құрсалған. Сондықтан да ол туралы түрлі қорқынышты аңыз әпсаналар, ертегілер адамдарға үрей туғызады. Сонымен қатар әрбір адамның бір күні өлетінін де білеміз. Өлім туралы ойымызды санамыздың түпкіріне қаншалықты жасырғымыз келгенмен ол туралы ойламауға тырысқанымызбен өз тәніміздің мерзімді уақыты аяқталып, күндердің күні жер астына бір түсерін де есімізден шығармаймыз. Ал содан кейінше өз меніміздің баламасы ретінде танитын жанымыз, рухымыз қайда кетеді? Оның халі не болмақ? Физикалық қабаты өлгеннен кейін ол да жойыла ма?
әлде өлім табалдырығынан ар аттаған соң алдымыздан бұл әлемнен де кең, ғажайып, тамаша бір ғалам есігін аша ма? Мүмкін жақсыны жұмақ, жаманды тозақ күтіп тұр деп айта беретін діндар уағызшылардың сөздері рас шығар. Уақыт өткен сайын еш қызығы басылмайтын, өзектілігі кемімейтін осы бір сұрақтарға мен жылдар бойы жауап іздеп келемін. Осынау білімге деген құштарлығымды көптеген адамның қоштайтынын да сеземін. Егер өз өміріміздің ақыры үшін алаңдамайтын болсақ, әрине мына өмірде барлығы оңай болар еді. Әрбіріміз тек қуаныш пен шаттықта ғана ғұмыр кешер едік. Өз зерттеулерімді регрессия тәсілі арқылы енді бастаған кезімде осы сұрақтардың ең болмағанда біреуіне жауап таба алармын-ау деген ой қаперіме де кірмеген еді. Мен тарихқа қатты қызығатынмын, сондықтан уақытқа саяхат жасау, әртүрлі кезеңдерде өмір сүрген адамдармен әңгімелесіп, сұхбат құру мен үшін қызғылықты ермек болатын. Тарихқа жан бітіргім келетін. Өз өткен өмірлерін еске алып отырған адамдарға қарап, көз алдымда тарихи оқиғалардың да тізбектеле өтіп жатқанын сезетінмін. Мен тіпті солардың айтуымен тарихи кезеңдерге талдау жасай отырып, кітап жазып шыққым да келген. Адамдар терең трансқа түскен кезінде басқа бір субъектінің айтып кеткен тарихи оқиғаларын толығымен растап отырғанын өздері де сезбейтін. Бір сөзбен айтқанда, олардың айтқандарынан өзім де білмеген ортақ бір схеманы, жалпыға ортақ бір заңдылықты таптым. Бірақ дәл сол кезде күтпеген оқиға болды. Сол оқиға тұтас бір жаңа әлемге менің көзімді ашып кетті. Сол әлемді зерттеуге бел будым. Мен өткен өмір мен одан кейінгі өмір арасында өлім алдындағы хәл деп аталатын тұтас бір кезеңнің болатынын анықтадым. Ол кезеңді адамдар жердегі физикалық өмірі аяқталған соң баратын бір кеңістікке ұқсатуға болады. Жалғасы келесі бөлімде жарық көреді.